Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Биылғы жылғы аттестацияда болып жатқан өзгерістерді барлықтарыңыз білесіздер. Осы өзгеріс аясында дарынды оқушылармен жұмыс және ақындыққа баулудың тиімді жолдары атты авторлық бағдарлама жазып шыққанмын. Бұл 34 сағатты құрайды. Осы 34 сағаттық авторлық бағдарламада жүзеге асыру үшін әдістемелік құралымды да қоса жазғанмын. Қазірде мен сіздерменен өзімнің әдістемелік құралымменен бөліспекшімін. Мен Абай ауданы Есенгелді ауылдық жалпы білім беретін мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Атым Әбілқайыр Өміржан. Авторлық бағдарлама 34 сағатқа негізделініп жасалынған. Және де мен сіздермен бөліскелі отырған әдістемелік құрал осы 34 сағаттың қысқа мерзімді жоспары негізінде дайындалынған. Ақындыққа баулуды қазіргі заманғы білім беру жүйесі оқушылардың тек білім алып қана қоймай, өз қабілетін еркін таныта алуына, шығармашылық әлеуетін дамытуына бағытталған. Әсіресе дарынды балалармен жұмыс жүргізу педагогика саласындағы ең өзекті әрі күрделі бағыттардың бірі. Олармен жұмыс барысында тек интеллектуалдық қабілеттерді ғана емес, сонымен қатар көркемдік, эстетикалық талғамды шығармашылық ойлау жүйесін дамыту маңызды болып отыр. Әдістемелік құралдың мақсаты озық педагогикалық тәжірибені таратудағы негізгі мақсат дарынды оқушылармен жұмыс жүргізуді, олардың шығармашылық қабілеттерін дамыту мен ақындыққа баулудың тиімді әдіс тәсілдерін басқа мұғалімдерге үлгі ету арқылы білім беру сапасын арттыру. Міндеттері. Бірінші міндеті дарынды оқушылармен жұмыста қолданылатын тиімді технологияларды, әдістемелік тәсілдерді тәжірибеге енгізу, шығармашылық қабілеті жоғары оқушыларды анықтау, дамыту және қолдаудың жүйелі жолдарын көрсету. Үшінші, оқушылардың поэтикалық тілін, көркемдік ойлауын дамытуға бағытталған жұмыс түрлерін тарату. Төртінші, әріптестер арасында тәжірибе алмасу арқылы кәсіби шеберлікті жетілдіру және білім сапасын көтеру. Бесінші, жаңашыл креативті педагогтың тәжірибесін жүйелендіріп, оқу үрдісіне тиімді ықпал ету. Зерттеу және тәжірибелік негіз. Әдістемелік құралды әзірлеу барысында автордың бірнеше жылдар бойы жинаған тәжірибесі, шығармашылық байқаулар мен поэзия үйірмелеріндегі нақты жұмыс үлгілері негізге алынды. Жинақта ұсынылған тәсілдер оқушылардың тіл байлығын арттыруға, көркемдік талғамын қалыптастыруға және өлең шығармашылығын меңгертуге бағытталған. Ұсынылып отырған дарынды оқушылармен жұмыс және ақындыққа баулудың тиімді жолдары атты әдістемелік құрал педагогтерге осы салада бағдар беретін, тәжірибеде қолдануға болатын нақты әдіс тәсілдерді ұсынатын практикалық жинақ. Құралда ақындыққа баулудың кезеңдері, тапсырмалар жүйесі, шығармашылық жұмыс түрлері мен оқушы жұмыстарынан мысалдар беріледі. Бұл мысалдар, материалдар мұғалімдердің кәсіби біліктілігін жетілдіруге, оқу үдерісін жандандыруға және оқушылардың қызығушылығына арттыруға сеп болады. Нәтиже. Педагогтерге нақты мысалдар, практикалық тапсырмалар мен әдістемелік нұсқаулар арқылы бағдар беріп, оқу тәрбие үдерісін сапалы ұйымдастыруға мүмкіндік беретін жолдармен бөлісе отырып, дарынды оқушылармен жұмыс және ақындыққа баулу жолдары әдістемелік құралын тәжірибелерінде қолдануға ықпал жасау. Әдістемелік құралдың құрылымы мен мазмұны туралы қысқаша сипаттама бере кетсек, әдістемелік құрал неше бөлімнен тұрады.
бөлімдері. Одан кейін әдістемелік құралдың ішінде қамтылған теориялық және практикалық материалдардан, сондай-ақ қолдану аясы мен мақсатты аудиториялары туралы ақпараттар беріледі. Бұнда мұғалімдер, мектеп әкімшілігі, әдіскерлер қолдану аясы болып табылады. Оқулықтың құрылымына назар аударсақ, оқулық 5 бөлімнен тұрады, соның бірінші бөлімі. Демонстрация экрана болып тұрмыз. Надо, чтобы трансляцию ұйқас түрлері. Қар өлең ұйқасы, суыртпалы ұйқас, ерікті ұйқас, шалыс ұйқас, егіз ұйқас, аралас ұйқас сияқты ұйқас түрлері бірінші бөлімде қамтылған. Екінші бөлім. Бұл енді жалпы бағдарламаның ең өзекті бөлімі деп білуге де болады. Бұл бөлімде тілдің көркемдегіш тәсілдерінен оқушылар жан-жақты сусындап шығады. Тілдің көркемдегіш тәсілдер деген, қазір сіздердің алдарыңыздағы экранда тұрған тәсілдердің барлығы сіздерге етене жақын тәсіл. Осы тәсілдерді оқушыларға тереңірек меңгерту, оқушыларды тілін байытып, көкжиегін кеңейтіп, ақындыққа бір қадам болса да жетектейді деп ойлаймын. Бұнда теңеу, эпитет, ассонанс, аллитерация, метафора, метонимия, кейіптеу, синекдоха, аллегория, ирония, гипербола, литота, қайталаудың түрлері. Жай қайталау, еспе қайталау, анафора, эпифора, риторикалық сұрақ, антитеза, градация сияқты тілдік көркемдегіш тәсілдердің түрлері туралы жан-жақты ақпараттар алуға болады. Және де осы теориялық көркемдегіш құралдар туралы теориялық білім ғана беріп қоймай, оны іс жүзінде пайдалану тапсырмалары да оқулықта берілген. Үшінші бөлім. Поэзия жанрлары. Оның ішінде оқулық ақындыққа баулу туралы болғандықтан, біз проза және драма жанрларын алған жоқпыз, тек поэзия жанрларына байланысты. Поэзияның үштегі, ондағы эпос, лирика, драма туралы бір сабаққа арналса, арнау өлеңдері, мысал жанры, ода жанры, баллада жанры, сонет құрылымы, рубай жанры, сатира жанры, поэма жанры деп жанрлар жан-жақта таныстырылып өтіледі. Төртінші бөлім ежелгі және қазіргі поэзиядағы байланыстар. Онда да қазірде бізге кішкене бейтаныс болып бара жатқан ғазал жанры, қасида жанры, мінәжат жанрлары туралы білім беріледі. Бесінші бөлім әлемдік әдеби процесс және қазақ поэзиясына арналады. Қазіргі поэзиядағы дәстүрден тыс ырғақтық жүйелер туралы сабақтар өз жалғасын табады. Сосын бір ақынның дара стилін айқындау, ең соңғы қорытынды сабақ шығармашылық жұмысқа арналады. Бұнда оқушыны еркін тақырыпта өлең жазуға жетелейтін болады оқулық. Практикалық бөлім. Бұнда шығармашылыққа баулуға арналған дайындық жаттығулары беріледі. Сөздік қорды дамытуға арналған жаттығулар. Сөздік қорды біз дамытудың енді әр мұғалімде әртүрлі өзіндік стильдері, әдіс тәсілдері бар. Ал мысалы менде жаңылтпаштарды пайдалану, мақал мәтелдерді кең қолдану, сондай-ақ тұрақты тіркестерді табу, афоризмдерді, нақыл сөздерді мақал мәтелдерден айыра білу сияқты сөздік қорды дамытуға бағытталған
жұмыстар ұйымдастырамын. Сосын қиялды дамыту ойындары. Мысалы, 5 сөзден әңгіме құрастыр. Қиял әлемі тақырыбында шағын шығармалар жаздыру, немесе белгілі бір өлең жолдары, немесе белгілі бір мақал мәтелдердегі сөздердің орнын ауыстырып қойып, соны орнына қалпына келтіру сияқты қиялды дамыту ойындарын пайдалануға болады. Эмоцияны бейнелеу тапсырмалары. Бір сөзбен немесе бір жолмен көңіл күйді сипаттау тапсырмалары. Ары қарай екінші өлең құрастыруға үйрету жаттығулары. Тірек сөздер арқылы өлең құрастыру. Мысалы, ұйқасатын, бір-бірімен ұйқасатын сөздер беру, 2-3 сөз ұйқасатын 3 сөз беру арқылы, яғни бір жол, бір шумақ өлең құрастыру тапсырмасы беруге болады. Немесе аяқталмаған шумақты жалғастыру. Ақынның немесе бір 4 жол өлеңді беріп, ары қарай оқушы өзі аяқтауды тапсыруға болады. Келесі бір тақырыпқа бірнеше стилде өлең жазу. Мысалы, қазір жаз мезгілі. Жаз деген тақырыпты береміз. Бір оқушы жаз тақырыбында лирикалық өлең жазса, екіншісі сатиралық өлең. Үшіншісі романтикалық өлең жазуға тапсырмадар беру арқылы өлең құрастыруды үйретуді қолға алуға болады. Жалпы өлең құрастырудың бұл аталып өткен бірнеше ғана жолы. Өлең құрастырудың жолдары өте көп. Әркімнің өзінің жеке стильдері, жеке методикасы, тәжірибесі бар. Ол күнделікті тіршілікте көрініп жүрген нәрсе. Үшінші, метафора мен теңеуді қолдануға арналған тапсырмалар. Заттарды сипаттау арқылы теңеу ойлап табу.